Тасқара Қаратайұлы 1935 жылдың мамыр айында Ақтөбе облысы Байғанин ауданына қарасты Жарқамыс ауылында дүниеге келді. Жастайынан елбасынан өткен қиындықты көріп өскен ол, еңбекқорлық пен шыдамдылықты өмірлік серігіне айналдырды. 12 жасынан бастап еңбекке араласқан Тасқара ақсақалдың ғұмыры техника тізгіндеп, қиыннан жол тапқан маңдай тер мен елге адал қызметке толы болды. 1948 жылы Ақтөбе қаласындағы мамандандырылған оқу ордасына қабылданып, тракторшы мамандығын меңгеріп шығады. Сол жылы Ашхабадтағы алапат жер сілкінісі кезінде қираған қаланы қалпына келтіру жұмыстарына жас маман ретінде атсалысып, 3 жыл бойы сонда еңбек етті. 1951 жылы туған өлкесіне оралып, артынан Түркменстанның Мари облысына жолдамамен жіберіліп, ауыл шаруашылығы саласында еңбек жолын жалғастырды. 2 жыл өткен соң әскер қатарына шақырылып, отан алдындағы борышын абыроймен өтеді. 1955-1957 жылдар аралығында ферма меңгерушісі, механик болып, кейін 1957-1971 жылдар аралығында трактор жүргізушісі қызметін абыроймен атқарды. Еңбекқорлығымен елге сіңірген еңбегі үшін еңбекші медалімен, құрмет қағазымен, алғыс хаттармен және әртүрлі марапаттармен бірнеше мәрте марапатталды. 1971 жылы Маңғыстау облысына қоныс аударып, бүгінде тамыры кеңге жайылған әулеттің шаңырағын Шетпек кенті Қосбұлақ ауылында тіктеді. Байтақ Маңғыстауда ол барлау экспедициясында дизель жүргізушісі, механик, комбайн және трактор жүргізушісі қызметтерін атқарып, 30 жылдан астам уақыт бойы ел игілігі жолында тер төкті. Жалпы еңбек өтілі 42 жыл. 1995 жылы зейнеткерлікке шыққанымен ел алдындағы абыройы мен беделі арта түсті. Тасқара Қаратайұлы тек еңбек адамы ғана емес, халық емшісі болған қасиетті жан. Қолындағы шипасы талай жанның дертіне дауа болып, сөзі жанына медет берген. Ел іші сырқаттанып, тығырыққа тірелгенде алдына келген жұрттың талайын орнынан тұрғызып, алғысына бөленді. Халқымыздың өнерлі өрге жүзер, өнер қызыл тілдің кілті, өнерді үйрен де жерен, жігітке жеті өнерде аз деген даналық сөздері бекер айтылмаса керек. Осы ұлағатты ойлардың бар мәні мен мағынасын бойына сіңірген тұлғалардың бірі осы Тасқара емші. Ата-бабадан аманат болып дарыған қасиетті жалғастырып, емі шипа, сөзі дәру болған Тасқара емші ел құрметіне бөленген абзал жан. Оның бойындағы ерекше қасиеттермен қатар тектілік пен шешендік, мейірім мен парасатта қатар өрілген. Жан шипасын іздеген жандарға қол ұшын беріп, емдік қасиетін ел игілігіне арнаған Тасқара емші халқының сүйіспеншілігіне бөленген тұлға. Оның нұрлы жүзі, жылы сөзі, сабырлы мінезі көптің есінде мәңгі сақталып қалды. Сырлы сөзге жүйрік, ән мен күйге бейім, жыр мен әуенге жақын болған ол тек емшілікпен ғана емес, өнермен де елге танылды. Өнер мен рухани қасиетті қатар ұстаған Тасқара емшінің есімі бүгінгі ұрпақ үшін өнеге, ертеңгі ұрпақ үшін өшпес мұра. Тасқара емші жайлы деректерге сүйене отырып, емшілік қасиеті жайлы бір оқиғаны баяндасақ. Бір жылы Тасқара емшіге ауыл шетіндегі бір әйел келіпті. Өңі қашқан, жүдеп кеткен, көзі қорқыныштан үрейлене қарайды. Емші жаймен ғана халін сұрағанда, әйел басынан өткен бір тылсым жайды айтып беріпті. Сол түнде ай толған шақта әйел үйде жалғыз отырып, тігін тігіп отырады. Балалары ұйықтап, үй іші мүлгіген тыныштыққа енеді. Сыртта сәл ғана самал есіп тұр. Әйелдің ойы жұмыста, үйіне шаншып, киім тігіп отырғанда кенет бойын бір белгісіз сезім билейді. Әйелдің көзі терезеге түсіп кетеді. Терезенің ар жағынан бір бейне адамға ұқсас, қара көлеңке үнсіз қарап тұр екен. Басында көзіне көрінгендей болғанымен, қайта қарағанда әлгі бейне қимылсыз тұрыпты. Сол сәтте әйелдің денесі суық тер басып, жүрегі атқақтап, даусы шықпай қалады. Қорқыныштан айқайлай алмай, орнынан тұра бергенде
есінен танып құлап түседі. Таң ата есін жиған әйел әл дәрменсіз күйде болады. Сол күннен бастап бойын әлсіздік билеп, түн сайын үреймен оянып жүріпті. Ақыры ел арасындағы атағы шыққан Тасқара емшіге келеді. Тасекең әйелдің әңгімесін асықпай тыңдап алып, сабырмен күлімсірей отырып: түн ішінде іс тігуге болмайды, қарағым. Түн тылсымның уақыты. Перілер түнде жүреді. Сен солардың көзіне түсіп қалғансың, дейді. Сосын суалы бұған дем салып, Құран аяттарын оқып, әйелдің маңдайынан сипап, бата қылады. Иншалла, енді бетің бері қарайды. Түн ортасында терезені ашық қалдырма, іс тігіп отырма, деп ескертеді Тасекең. Айтқандай, арада бірнеше күн өткен соң әйелдің өңі кіріп, көңілі орнына келеді. Әлсіздігі басылып, түнгі қорқынышта жоғалыпты. Күйеуі мен көршілер таң қалып, Тасекеңнің шипасына риза болады. Бір айдан соң әйел қайта келіп, емшіге алғысын айтыпты. Сіздің шипалы деміңізден кейін бойым жеңілдеп, түнгі қорқынышта жоғалды. Өмірге қайта келген деймін, деп көзіне жас алған екен. Содан бері ел ішінде түн ортасында перік көріп шошынған әйелді Тасекең құтқарған деген әңгіме айтылып келеді. Тасқара Қаратайұлы өмірлік жолдас екеуі 12 ұл қыз тәрбиелеп, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырған мерейлі әке. 40-тан асқан немере шөберелері оның өмірінің жалғасы, ең қымбат байлығы. 2016 жылы өмірден өткен Тасқара Қаратайұлы артында текті ұрпақ пен ел жадында мәңгілікке жазылған өнеге ғұмыр қалдырды. 2016 жылы өмірден өткен Тасқара Қаратайұлы артында текті ұрпақ пен ел жадында мәңгілік жазылған өнегелі ғұмыр қалдырды. Тасқара емші ел есінде терең із қалдырған, емшілік қасиетімен де, адамгершілігімен де халықтың сүйіспеншілігіне бөленген дара тұлға. Ол кісінің өмір жолы адалдықтың, мейірімнің, тектіліктің айғағы. Тасекең талай жанның дертіне шипа беріп, еммен қатар жылы сөзмен де жүректерге үміт ұялата білді. Биыл, міне, Тасқара емші тірі болғанда 90 жасқа толар еді. Бұл бір әулет үшін ғана емес, тұтас ел үшін қастерлі күн. Өйткені Тасекеңнің өмірі мен еңбегі ұрпаққа үлгі, кейінгіге аманат. Бүгін біз оның жарқын бейнесін еске алып, артында қалған өнегелі ісін ұлықтап отырмыз. Халықтың жүрегінде сақталған есімі мен игі ісі ешқашан өшпек емес. Тасқара емшінің рухы шат, мәңгілік мекені нұрға толы болсын.